мінекей осы ұзын лентамызды қазір сборкалап аламыз. Бұлай бұны складкалаймыз бірінші. Мінекей осылай соңына шейін складкалап шығамыз. Міне шықтық. Сборкалап. Қазір осы сборкамыз бізді мына думалақ 8-де 8 немізге келу керек. Бұны өлшеу үшін осылай қойып қоямын. Қазір көрсетеміз сіздерге. Міне бұлай өлшеп көреміз бұны. Мінекей менікі келіп тұр. Қазір үш жерде айландырып тігемін. Енді біз мына ортаны қосамыз. Қосып, тігіп, сборкалап аламын. Сразу зигзагтап кетемін. Аберлоктарыңыз болса, аберлоктар алуыңызға болады. Мен әзір зигзагтай саламын. Орнына мен зигзагтай саламын. Зигзагтап алдым. Енді бұны ұқыптап мынандай шашақтарын кесіпсеңіздер, әдемі болып тұрады. Міне кесіп алдық. Енді мына жері қазір ашық тұр. Осы жерді тағы бір складка қойып, реттеп аламыз. Міне. Енді осы жерден бастап қазір көрсетемін. Тағы бір өлшеп көруге болады. Осы жерден бұлай думалақтап тігіп шығам. Бұлай қойып. Енді бұл жерді думалақ болғандықтан біз жай поворот жасап тігеміз. Міне, иінен көтеріп, лапкысын машинаға көтеріп, жалғастырып тігіп кете береміз. Міне, артық қалып тұр. Бұл жерлерде сборка, складка жасап тігіп кетуге болады. Иінен сұғып аламын. Лапканы көтеріп, туралап аламын. Міне, және де көтеріп, туралап алуым керек. Туралап, тігіп шықтым. Қазір көрсеңіз, мынандай әдемі күн сияқты тұрады. Бұл ең төбесі. Бұл дегенің, басымызда ең киетін жоғар жағы. Енді аберлоктап шығамын. Мына жерін мен зигзагтай саламын. Міне болдым зигзагтап. Енді кесіп тастап, мынандай нелерді әдемілеп реттеп отырсаңыздар, зигзагтың өзі де аберлокпен почти бірдей. Мен көрсеңіз өте жақын майдалау тігісіне қойдым. Міне өте әдемі болды. Мынандай болды. Бұл уже бізде жоғар жағы дайын. Мінекей, мына біздің кимешегіміздің алды.
Бірінші біз алдының мына аптачкаларды қойып аламыз. Осы аптачка, мына маңдайшам, мына нем, міне бетімнен былай тұратын жері. Аптачка қойып, оған мынандай жылтырақ тесмаңызды тігіп аласыз, айландырып. Обязательно тігу керек мынандай аптачканы. Мінеки бұны тігіп алдық. Тігіп алғаннан кейін арқасын төсейміз. Арқасы сәл төмендеу болады, өйткені желкеміз ат жақырған. Сөйтеміз да мына иық жағын тігіп аламыз. Міне осылай тігіп алдық. Тігіп оверлоктап реттеп алғаннан кейін уже біз тесмамызды айландырып тігеміз. Оны киіп көріп, примерка жасап отырасыздар. Міне осылай уже екі шетін тіккен екен, кружевасын тіккен екен, почти шығыпты. Біз төбесінің бағанаға тіккен мынау қалпағымызды мына жоғар жағына тігіп шығамыз. Осы жаққа қазір көрсетемін. Неқа қояйын да бейт. Міне. Міне осы тігетін жерімізге мына келеді тура өлшеп істедік. Қазір осы тігіп жатқанымды көрсетемін сіздерге. Мінекей мен былай жанына қойдым мына немді тігісімді, әзір осыны айландырып тігіп шығамын. Мінекей соңына да жеттім. Енді мен оверлоктай саламын. Оверлок емес, осы зигзагпен істеймін. Майдалауға. Мінекей соңына жеттім. Қазір шығарып, мынандай керексіз жерлері, шығып кеткен жерлеріне бәрін кесіп отырамыз. Мынандай шашақтарын, бұлардың бәрі ұқыпты тұрғаны жақсы, іші де аккуратно болған дұрыс. Міне көрсеңіз өте әдемі болып осылай шықты. Қазір мен сізге киіп көрсетемін. Мінекей арқасы мынау алды. Қазір мен бұны сіздерге киіп көрсетемін. Міне көрсеңіздер осылай өте әдемі болып тұрады. Енді мен мына бір жерлерге екі жібістеп артына былай байлап қоя саламыз. Сонда мына алдымызда жиылыңқырап әдемі болып тұрады.